Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Хоррорда шошытып жіберетін кинолар көп. Аяқ астынан мүжай атып шығып зәреңді алады. Бірақ бұл кинолар сол сәтте шошытты деген болмаса қорқытпайды. Киноны көргеннен кейін бір-екі күнде әлгі киноны ұмытып қаласың. Ал біздің бүгінгі айтатын киномыз шынымен де қорқытады. Бүгінгі кинода атып шығатын бүжай жоқ, тарсылдаған әуен де жоқ. Бірақ бұл киноны көргеннен кейін түнде ұйықтауға қиналып, бөлмеде біреу бардай сезінесің. Бүгін біздің айтатын кореялық киноның аты ағылшынша The Wailing, ал орысша Бобил. Дайын болсаңыздар, видеоны бастайық. Кино өзен жағасында балық аулап отқан бір түсініксіз шалмен басталады. Одан кейін біз киноның басты кейіпкерлерімен таныс боламыз. Таң атпай жұмысына шақырылып қылмыс орнына бара жатқан мына полицияны Джунгу дейді. Ол қылмыс орнына келсе өмірінде көрмеген бір сұмдық қылмысты көреді. Пышақталған секілді. Тіпті 20 рет құсайды. Мынаған не болған? Зерттеуден кейін жәнегі жігіті бір қызды шақырып алып, оны пышақтап, қыздың денесінің үйіне апарған болып шығады. Сөйтіп полициялар сол үйге барса, бір сатанистік ритуал жасалған жер екен. Кезінде бір аңшы жігіт орманда жүріп қабақтан құлап, есінен талып қалады. Одан есін жиса, бір сайтан секілді шалды көреді. Бұл Джунгудың досы. Ол Джунгуға бір осындай аңызды айтып береді, және ол біздің қалашыққа бір жапондық шал келгеннен кейін қалашықта осындай аңыз әңгімелер көбейіп кеткенін айтады. Бірақ мистика, мифке сенбейтін Джунгу бұл оттаған әңгіме дейді. Сөйтіп отырғанда жарық сөніп, қалашықтың тоғы үзіліп қалады. Сол кезде есіктен бір келіншек қарап тұрады. Жетіп барып қараса, келіншек жоқ болып кетеді. Сол түннен бастап Джунгу қорқынышты түстерді көре бастайды. Одан кейін біз Джунгудың жалғыз қызымен таныс боламыз. Бұл да кинодағы басты кейіпкерлердің бірі, Хёджи. Оның осылай күліп тұрғаны оның соңғы күлкісі десе де болады. Содан кейін сол қалашықта бір үй өртеніп, Джунгу сол жерге барса, үйдің иесі өз-өзінен жынданып, анда-мұнда жүгіріп, ана-мынаған тиісіп құтырып кетеді. Мына жерде көрініп тұрған шал әлгі жапон шал. Оқиға орнынан офиске келгенде Джунгу: есіме түсті. Бүгін үйі өртенген келіншек кеше есікке қарап тұрған келіншек емес пе? Жарық кеткенде осы жерде тұрған. Бірақ ертеңінде әлгі келіншек ағашқа асылып тұрған күйінде табылады. Ең қызығы, әлгі келіншек асылмас бұрын пышақталып өлген екен. Не болып жатыр өзі? Джунгу оқиға орнында отырса, бір ақ көйлек киген қыз Джунгуға жақындап келіп, артынан еріп жүр дейді де: жапон шал, жаман елес, ол сені өлтіріп қаның түшеді. Сен оны тез-тез көре бастасаң, демек ол сенің артыңнан аңдып жүр деген сөз, дейді. Сол кезде Джунгу телефоны шырылдап сөйлесіп келгенше әлгі қыз жоқ болып кетеді. Бұл оқиғаның бәрі түс болып шығады. Сол күннен бастап Джунгудың қызы ауырып қалады. Сөйтіп Джунгу әлгі жапон шалмен кезіккен аңшыға келіп, жапон шалдың үйіне қарай беттейді. Бірақ аяқ астынан жаңбыр жауып, әлгі аңшы жігітке найзағай түседі. Джунгу ауруханада жүрсе, тағы да бір түрлі оқиғаның куәсі болады. Джунгудың қызының жағдайы күн сайын нашарлайды. Бірақ бір күні доп-дұрыс болып кетеді, және өте көп тамақ жейтін болады. Ертеңінде Джунгу жапон тілін білетін аудармашы тауып, жапон шалдың үйіне барса, жапон шал жоқ болып шығады. Сөйтіп олар жапон шалдың үйіне кіріп, тінтей бастайды. Джунгу осындай бір түрлі бөлмені көреді. Ал полиция досы осындай нәрсені көреді.
Бірақ сол кезде жапон шал жетіп келеді. Қайтар жолда полиция досы біртүрлі болып: "Мына шал барлық сұмдықтың себепшісі. Мен көрген жерде әлгі өлген адамдардың суреттері мен және олардың заттары болды. Мына көрініп тұрған етік Джунгудың қызының етігі." Джунгу үйіне келсе, қызы тым біртүрлі болып кеткен. Айғайлап, жаман мінез шығарып, әкесіне боқтық айтады. Түнде Джунгу қызының бөлмесіне тығылып кіріп, дәптерін ашып қараса, қызы тіпті шайтан секілді мінез шығаратын болған. Жағдай тіпті ушығады. Содан Джунгу өзі жалғыз жапон шалдың үйіне барып, үйін тінтіп, "Әлгі сенің құрбандарының заттары қайда?" десе, шал сабырлықпен: "Ондай нәрсе жоқ" дейді. Джунгу ашуланып сұрай бастаса, шал тағы бейғамдық көрсетеді. Джунгу қатты ашуланып, "Мына жерден жоғал" деп, үйінің заттарын сындырып, етін өлтіріп тастайды. "Мен саған 3 күн уақыт беремін. 3 күннің ішінде мына жерден жоғал. Әйтпесе итің секілді боласың." Қызының үстіне біртүрлі заттар шыға бастайды. Жағдай тіпті ушығады. Бір күні Джунгудың қызы өзін қарап отырған көрші келіншекті пышақтап тастайды. "Маған ол шал тірі адам секілді сезілмейді. Не болса да біз жай ғана қарап отырмауымыз керек." Біраз күннен кейін олар қызын көрсету үшін бір бақсыны алып келеді. "Қане, ана тұрған құмыраны алып келіңдерші." Жағдай қиын екен. Сол күні тағы құдықтан мәйіт табылады. Ол шал адам емес. Тездетіп тоқтатпасақ, қызыңа да, қалашық тұрғындарына да жаман жағдай орналады. Мен ертең ритуал жасаймын. Бұл жай ғана нәрсе емес. Ақшаңызды дайындап қойыңыз. Сол кезде жапон шал 1-2 тауық сатып алып дайындала бастайды. Күн батқанда бір жақта бақсы, екінші жақта жапон шал қатар ритуал жасайды. Жапон шал дәл өлуге таяғанда Джунгудың қызының жағдайы да сұмдық болып кетеді. Джунгу шыдамай ритуалды тоқтатады. Бұндай әдістер болмайды екен деп, Джунгу достарын жинап, жапон шалдыкіне барады. Бірақ сол үйге барса, бір түрлі адам әлгілерге шабуыл жасайды. Басын таспен ұрса да, басына нәрсе қадап тастаса да, ол өлмейді. Одан кейін ол бір белгісіз жағдаймен өліп қалады. Джунгу жапон шалды көріп қалады да, тура қуа жөнеледі. Бірақ қаншама қуса да оны ұстай алмайды. "Қайда? Қайда? Байқа, абайла. Қайда? Қызыма келгенде оны ұстап алуым керек болған." Жігіттер қайтып бара жатып, бір нәрсені соғып кетеді. Әлгі соғып кеткен нәрсесі жапон шал болып шығады. Енді дұрыс болып келе жатқанға ұқсайды. Джунгу асығып қызына келсе, қызы қалыпты болып кеткен екен, дұп-дұрыс болып жазылып кеткен. Барлық нәрсе жақсарды ма десек, сол түні әлгі полиция досы бір қызды пышақтап өз есін жоғалтқан екен. Бақсы жігіт машинасынан түсіп келе жатса, әлгі ақ көйлек киген қыз шығып келеді. Бақсы өз-өзінен қан құсып, тура өз үйіне қарай қаша жөнеледі. Үйіне кіріп келіп, Құдайдың алдындағы шамды жақса, шамы сөніп қалады. Және онымен қоса үйіне қарға кіріп келеді.
Сен қайдасың? Дәл қазір қызыңа бар. Не болды? Мен үлкен қателік жіберіппін. Теріс адамнан күдіктеніппін. Жапон шал шайтан емес. Ақ көйлекті қыз шайтан екен. Жапон шал адамдарды құтқарғысы келген екен негізінде. Ол да мен секілді жай ғана бақсы болған. Джунго үйіне келсе ақ көйлекті қыз тұрады. Және қыз: үйіңе кірме. Мен шайтанға қарсы тұзақ құрып қойдым. Сен үйге кіредің болсаң, барлық адамдар өліп қалады. Дәл сол кезде әлгі аудармашы жігіт жапон шалдың үйіне барса, шал тірі үйінде отырады. Сонда біз дәл кімге сенеміз? Жапон шал шайтан болса, ақ көйлекті қызға сеніп, отбасымызды құтқаруға болады. Бірақ бақсы жігіттің айтқаны шын болса, ақ көйлекті қыз шайтан болса, қарап тұрып отбасымызды өлтіреміз ба? Үйге тура кірсек, ақ көйлекті қыздың айтқаны шын болып, отбасымызды өз қолымызбен өлтіргендей боламыз ба? Дәл не істеу керек? Ойланатын не бар? Барлық нәрсе түсінікті тұр ғой. Джунго қызды жақсы байқастап, ол үнемі өзінің жақындарының заттарын киіп тұрғанын байқайды. Содан ол үйге кіруге шешім қабылдайды. Үйге кірсе, өзінің қызы барлығын өлтіріп тастапты. Ақ көйлекті қыздың айтқаны шын болып шықты. Ақ көйлекті қыз негізінде періште. Ол осыларды құтқарғысы келген. Бірақ оның сөзін елемеді. Жапон шал шайтан екен. Менің нағыз бейнемді көрдің ба енді? Жапон шал мен бақсы алғашынан ақ бір жақ болған екен.